Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Бозарық, Алтын Орда. Қазір Бозарықтың аты Алтын Ордаға өзгерді. Алтын Ордадан сөйлеп тұрмыз. Бізде клиника Абдувалиев. Бұл жерде мен профессор доктор наукмын, осы клиниканы басқарамын. Енді бүгінгі темамыз өте нәзік тема. Бұл қарілік, қарттық. Біз бәріміз туыламыз, өсеміз, бәріміз қаримыз. Әркімнің басында бар нәрсе. Енді бұл қарілік, ұзақ өмір көру, бұл бақыт па, бақытсыздық па? Осы сұрауға бүгін жауап береміз біз. Бұл өте нәзік мәселе. Бұл жерде медицина араласады, политика араласады, религия араласады. Біз енді ол темаға араласпаймыз дейміз ғой, бірақ оны қозғауға мәжбүр боламыз енді. Қазір әлемде тенденция кетіп жатыр, сондай халықтың саны 8 миллиардтан жер жүзінде асып кетті. Енді қазір мынау семья өзгеріп жатыр. Уже Германияда туу тоқтап жатыр, Францияда туу тоқтап жатыр. Қытайда то же самый. Онан кейін Япония тоже проблемалар өте көбейіп жатыр. Қарилер көбейіп жатыр да, жастар уже азайып бара жатыр. 30 жылдан кейін Японияда біз барып келдік. Японияда 100-ден асқан адамның саны 120 мыңнан асып кеткен да. Соны жағды. Это бұл хороший показатель. Бір таман оказывается плохой показатель. Плохой показатель болғанда ол енді тағы 30 жылдан кейін екі пенсионерге бір жұмыс істейтін адам туыр келер екен да. Оны асырау керек, сонша дүниені тербету керек, дүниені бағу керек. Қазір олардың басы қатып жатыр екен осы мәселе бойынша. Соның үшін сол мәселе, сол тенденция біздің елімізге де жетіп келіп жатыр. Енді бұл жерде қағида екі нәрсеге бөлінеді. Европейскийге бөлініп жатыр. Европейский дегенде ол современный тенденцияға бөлініп жатыр. Потому что енді жаңадағы проблемаларды современный мир шешу керек қой. Бізде алдын немен келген? Біздің алдын еліміз, қағидамыз шариғат бойынша келген. Шариғат бойынша бұл мәселелердің бәрі шешілген. Шариғат бойынша қариялерге мәміле қылынған, шариғат бойынша жастарға мәміле қылынған. Енді қазір бұл тенденция өзгеріп, европейский тенденцияға көшіп жатыр. Жақында болған уақиға, мен бір таксистпен келгенде, таксист келіп жатыр, мен сөйлесіп қалдық, сөйтсек, таксист айтты, мен білді ғой, сұрап, врачсыз ба врачпын. Көке осындай уақиға болды, не істейін деп менен сұрап жатыр, не болды деп сөйтсем, әйелімен 3 баласымен жақсы жасап жүрген. Әйелі бір не форумға барған. Форумға барған 2 айдан кейін әйел келген, шарт ажырасамын дегенде жаңағы күйеуіменен. Неге ажырасасың? Мен өзім үшін жасауым керек екен. Мен бұл дүниеге не үшін келдім мен? Оказывается, әр келген адам өз үшін жасау керек екен. Бұл енді жаңағы Еуропаның апарып жатқан қағидасы, енді жалғыз адам қалғаннан кейін ол жасау керек қой. Жасау үшін оған миясына құю керек. Адам жалғыз өмір сүрсе болады деген қағиданы орнату үшін сол қағида уже мынжа қарап айналып кетіп қалады. Семья бұзылып кеткен. 3 бала жетім қалған. Енді әкесі жаңа таксоват қылып балдарының алиментін апарып берер екен. Анау әйел өз үшін жасайды екен. Мына заман қайда кетіп барады да. Бұның ақыры өте нәзік мәселелер қозғалады. Балдар тәрбиесіз қалады. Не шығады одан, не қояды. Енді анау жаңағы әйелі мен күйеуі ертең қаригенде оның ақыры не болады? Өте бұл жерде мәселелер көп. Сол үшін айтпақшымыз, және бір мәселенің несі Европада қандай кетіп жатыр? Европада қазір 18-ге толғаннан кейін баланы үйінен шығарып жіберер екен. Давай, өзің наныңды теріп же деп, Англияда то же самый, Германияда то же самый, Францияда то же самый. Все, әке-шешесі үйінде қалар екен, или мат үйінде қалар екен, өзін жіберер екен. Енді көп адам жалғыз қалғаннан кейін адам жүрегі обязательно өзіне мижаз теориясы бұл жерде қозғалады. Мижаз теориясы бойынша жүрек біреу оған үшін обязательно ол серік қыдырар екен өзіне. Серік қыдырғанда ол серік оған жабысып қалмайды. Прямо душевный адамға связь керек екен да. Адамның көңілін түсінетін, соған жүрегін ашатын, адам оның қасына барғанда жүрегі қуанатын, так, оны адам сезіп тұрар екен өзі. Сол адамды көрсе, жүрегі жайына кетер екен да, прямо көрген кезде. Ол бар нәрсе бұл. Так, енді неге олай? Құлақ екеу, көз екеу, өкпе екеу, почка екеу, нағып жүрек біреу. Оказывается, сондай жаратылған екен, жүрек обязательно өзінің серігін табар екен. Соның үшін бізде айтады, жалғыздық тек Аллаға жаратылған деп. Адамзат үшін обязательно жұп жасау, мижаз теориясы бойынша. Еркек пен әйел қосылып жасау керек, өмірінің ақырына шейін бірге барып жасау керек. Қартайғанда да сол жүректегі махаббат тұру керек екен. Так, махаббат бар нәрсе, махаббат. Оны асырап, шариғат бойынша оны асырау басқаша, Европа басқаша. Екі тенденция кетеді қазір. Шариғатта любовь по-другому понимает, Европада любовь по-другому понимает.
енді қайсысы қандай екен деп оны баға беріп отырмаймыз ғой. Бірақ біздің шариғатымыздың жолы дұрыс жолдардың бірі екен де. Енді қазіргі мынау заманның несі оны бұзып жатыр да. Замандағы мынау не дейді? Өркендеу, халықтың көбеюі, цивилизация, урбанизация, жаңағы бәрі кетіп жатыр ғой. Енді өркендеп, техниканың бәрі кетіп жатыр. Оның бәрі мешет қылып жатыр енді қазір. Бұзып жатыр барлығын. Енді жастардың өзі қалай кетіп жатыр қазір? Жастардың өзінің тәрбиесін бәрін қазір мектептің тәрбиесі, басқаның тәрбиесі ешқандай енді шариғат тураларға тәрбие бермейді ғой бәрі. Бұл европейский. Енді кто как? Балаларға қазір не беріп жатыр? Свобода. Өзің ойла, өзің пікірле, өзің самостоятельный бол. Оған кеткеннен кейін ол басына нені көреді ол? Мына көреді. Мынадан нені ұғатын болса, енді сондай блогерлер бар, адамды жындық қояды. Сондай секталар бар, адамды аржаққа кетіп қалады. Көреді ғой, қисық жолдар кетіп барады балдар. Бір тұжырымды бір нәрсе кетпей жатыр да, бұның арқасынан жастар қирап жатыр қазір. Енді қирайды демейді ғой, жастарға өзінің өте жаман әсерін көрсетіп жатыр. Енді біздің ата-аналарымыз келіп жатыр. Қарып жатыр ол кісілер. Ата-аналарымыздың енді көпшілік келгенде олар ескі қағидамен келіп жатыр олар. Ескі қағида болғанда қалай? Олар біз баланы дүниеге келтірдік, асырадық. Ертең қарыған кезде бала жағамыз бізге қарау керек. Біздің жағдайымызға қарау керек. Біздің патамызды алу керек. Ертең бізді жерлеу керек деген мақсат. Сол ойында жазылған біздің ескі шариғатымыз бойынша. Так? Енді Европада болса қалай болады? Европада уже кетті, уже қариялардың үйіне апарып тастайды. Баласы бір жылда бір кеп көрсе көреді, көрмесе жоқ. Ақыры өлгеннен кейін апарып жағып, көміп, бір піш-пішке қарап қойып қойған ішіне апарып. Заман солай кетіп барады. Енді бұл жағдайда қалай біздің елімізде қалай жасау керек? Бұл өте ауыр сұрақ, бұған бір тікелей жауап беріп болмайды. Бірақ енді ең негізгі мәселеге тоқтап кетеміз. Ең бірінші мәселелердің бірі бұл ақиқат мәселе. Егер де біздің шариғатта жазылған екен, ер азаматқа жәннат қайдан басталады деп. Ер азаматқа жәннат анасының аяғының астынан басталар екен. Ал әйел кісіге жәннат күйеуінің аяғының астынан басталар екен да. Бұның енді ақыры өте үлкен әңгіме, бұны кәулейтін болсаңыз, бұған тоқталсақ біздің уақытымыз жетпейді. Бұның астында әрқайсысында үлкен әңгіме бар. Енді бұны былай тұжырымдап келетін болсақ, енді бақыт деген не болады? Бақыт. Айттық қой біз басында бақыттық, бұл қариялық бақыт па, бақытсыздық па деп. Қариялық жаңағы ұзақ өмір сүру әне үшін үлкен бақыт. Егер бұны дұрыс түсініп, дұрыс қабылдаса, егер дұрыс түсініп, дұрыс қабылдамаса, ертең старость лет мучения. Жалғыз өзіңіз қалғаннан кейін өзіңіз үйде жүресіз, жалғызсыз. Олардан кейін не болар екен? Мысық асырайды, ит асырайды. Соған жүрегінің жарымысын берер екен ғой. Шығып ана соседімен сөйлеседі. Кеше бір неді көріп қалдық. Бір кісі күнде вокзалға шығып отырар екен. Қолында шпилес жоқ, құр отырар екен да. Адамдардың бәрі қайран болып, неге отыра береді ол? Күнімен кетіп отырып қайтып кетер екен. Кейін бір кісі бір мороженое алып жаңағы кісінің алдына кепті. Сіз неге күнде келіп бұл жерге отырасыз десе, мен сөйлесетін адам тауамай жатырмын. Сөйтсе әйелі 10 күн алдын қайтыс болған екен. Содан кейін жалғыз қалғаннан кейін үйінде жалғыздыққа шыдай алмай, осы көшеге шығып біреумен сөйлессем дер екен. Мен әркімді тауып алып сөйлеспейді ғой. Сөйтіп ана адам келіп сөйлескеннен кейін бір жарым сағат сөйлесіп отырып, ана кісі рахаттанады ғой. Сонда ананың несін түсінеді де, психологиясын. Ертесіне келсе ана кісі келмейді да, сөйтіп барып сүрсе, оның әйелі 5 күн алдын қайтыс болған болады. Анау жалғыздықтан уже соншалықты жүрек жалғыз қалғаннан кейін 5 күннен кейін қайтыс болып кеткен да. Бұның өте түбінде маңызды әңгіме көп. Соның үшін адам қариған кезде біздің қазір мұсылманшылық тенденция бойынша үйде семья болады, қариялар болады, оның балаларымен бірге жасайды, нәберелер болады, үйде күнде қишу, адам отлиция қылады, так? Енді қарияға құрмет көрсетіледі. Енді егер кім әке-шешесін құрметтеп, оған қызметін қылып, патасын алса, сол жігіттің келіншекте жолы ашық болар екен да. Ол анық, Алла өзі берекесін берер екен. Кім егер ата-анасын не дейді, қартайған шағында қорлап, оны қапа қылып, сондай болса, оның балдары көріп отыр ғой неге бақанын. Балдары көріп отыр екен, балдар айтады ертең. Уақытында әкеміз осындай қылған еді бізге. Соны қайтарар екен да, оны тәрбие соған қарап кетер екен. Енді баяғыда бір патша бар екен ғой. Патша шығып
адам 60-тан асқаннан кейін не керек олардың бізде? Құр жейді, отырады, тірлік қылмайды, істемейді, бәрін өлтіреміз деп бүтін қариялармен қиратқан екен ғой жаңағы патша. Сөйтіп біреуі әкесіне рахым қылып, әкесін сандыққа салып жүрер екен да, сөйтіп бір күні ел көшетін болыпты. Ел көшіп кетіп алса, жолда караван тоқтапты ғой, су қамапты, су. Су жоқ екен. Не қыламыз? Су жоқ. Кейін баласы келіп айтты, не қылып тұрмыз жолда? Әкесінен сұраса, әкесі айтты, су жоқ, әкеміз не қыламыз? Адам бәрі қырылып жатыр, өліп жатыр, су жоқ депті. Әкесі айтты, өгіз бар ма? Өгіз бар, өгіз бар. Өгізді қойып жіберіңіз деп. Өгіз барып мүйізімен қай жерде кәулесі, сол жерде қасында су шығады депті. Кейін баласы барып өгізді қойып жіберген екен, өгіз бір жерде барып шоқыпты жаңағы мүйізіменен. Адамның бәрі жаңағы жерді қазса, құдықтан су шығыпты жаңағы жерден. Су шыққаннан кейін жаңағы несі келіп патша келіп сұрап, сен бұл сырды қайдан білдің? Сөйтсе, мен осындай бір қашқанымды кессеңіз, осындай мен бір қария атам бар еді, соны сіз өлтір дегенде өлтірмеген едім, аман сақтап қалған едім. Сол кісі маған маслихат берді деп, бүтін елді қария асырап қалған екен да. Соның үшін қары білген нәрсені пәрі білмейтін нәрсесі бар. Соның үшін кімнің үйінде қары ата-анасы болса, сол үйдің дәулеті болады дейді ғой, біздің тенденциямыз бойынша. Енді Еуропада қары келгеннен кейін апарып жаңағы неге жайғастырып құтылады қариялар үйіне. Енді оларда жағдайдың ғой солай болады ғой. Бірақ енді біздің шариғатымыз бойынша қары келген кезде қары адамның жүрегіне бір ауыр сөз өлтіріп жіберген екен да. Қары келген кезде адам жақсы сөзді, шырын сөзді, жылы сөзді ескісі келіп тұрар екен да. Баласы екен, жағдайыңыз жақсы ма? Азанда келіп салам алейкум, не қызмет бізден, ата не кемшілігіңіз бар, жақсы жаттыңыз болса, екі ауыз сөз достаточно екен да. Бұл атасы соған спокойно жүре берген күнмен. Енді прямой кетіп қалса, уже атасының көңілі қалар екен. 2-3 күн сөйлеспесе, уже бітті. Ата уже ойлай бастайды екен. Нені ойлап жатыр бұл? Мен бұларға лишний болып қалдым ба деген ой келе бастайды екен да. Соның үшін ата-анадан хабарлап тұру керек екен. Енді екінші тенденция бар. Екінші тенденция қазір молодежьдің жұмысы көп, проблемалары көп, бастарында өзінің балаларының проблемалары бар. Қарияларымыз оған да үйрену керек екен да. Өздерін оған да үйретуге соған жағдай келіп жатыр екен. Ананың жұмысына қарап, оның жұмыстары бар шығар, маған келемей жатқанда уақыт болмай жатқан шығар деп, жаңағы Еуропаның тенденциясына өтуіміз керек екен жайлап. Неге десеңіз, сол жағдай бізге келіп жатыр. Келгенде қалай? Потому что әрбір жастардың өзінің бала шағасы бар, өзінің проблемасы бар. Қазір өмірді көріп тұрсыздар. Бәр жақта кредит, қарыз, жүгіріп жүрген адам бәрі. Балаларым, ана өзінің баласын бағамай жүрген, оны бақшаға бару керек, ана жаққа келу керек, жұмысына бару керек. Так, сондай проблемалар көп. Енді баяғыдай ауылда жасап, далада жүрген заман жоқ қой қазір. Малды айдай жіберіп келіп, әкесімен сөйлесіп, қымызын ішіп отыратын заман жоқ. Соның үшін қазір қарияларымыз екі жақтама дайындалу керек екен да, өздерінің жүректерін дайындау керек. Сондай тенденцияларға балалар самостоятельный болып жатыр, балалар өздерінше кетіп жатыр. Енді балаларда шілей былай ауып кетпей, қариялардың көңіліне қарап, енді бұл бірақ бар закон екен да, егер жастар қарияларын қанша құрметтесе, батасын аса, олардың келешегі болар екен да. Алла Тағала оларға берер екен әр жағынан да. Кейін оның балдарының өзі ата-анаңызға не қылсаңыз, соны қайтарар екен кейін. Сол қайтар екен балаларыңыздан, обязательно. Не көрсетсеңіз, сол қайтар екен да, сол не. Так, соның үшін бұл өте нәзік мәселе. Бірақ енді адамның ұзақ өмір көруі бұл үлкен бақыт. Бала шағасына егер түсінсе. Түсінбесе, ол енді ана түсінбеген адамдарға ана үйдегі қария әртүрлі әңгіме айтады, ол жағады, жақпайды, ауырады, күнде доктор әкелу керек, ана жаққа бару керек, мына жаққа бару керек, баланың алмасына тәшвіш түседі ол. Соның үшін бұл мәселені әркім өзі шешу керек, бірақ Алланың алдында бұл қариелік, қарысы бар үйдің пәрісі бар дейді. Қарысы бар үйде әрқашан жақсылық болады. Қары ол семьяның бағы. Оны асырау керек, ұзақ өмірін ұзайту керек. Енді өзі әрбір мемлекеттің ең бірінші показательдің өзі сол. Ұзақ өмір көріп жатқан адамдардың жасы қаншада? Егер қаншалықты біз адамдардың ұзақ өмірінің жасы көбейсе, ол елдің өмірінің жаңағы адамдардың қандай жасап жатқанын көрсетер екен да. Мысалы, Японияда өмір жаман емес. Сол үшін адамдардың жасы 100-ден асқан адамның саны 120 мыңнан асып кетіп қалған. Бұл это хороший показатель. Так? Бұл это хороший показатель екен бұл. Сол үшін сол тенденцияны ұстап тұру керек. Адамдардың өмірін ұзайту керек. Өміргенде біздің қарияларымыз жүректері спокойно болып, рахаттанып, бұл дүниеден қиналмай, қорланбай,
арғы дүниеге кету керек енді. Бұл өте счастье. Соған бұл жерде өте ойланатын әңгіме. Бұл жастарда ойлану керек, жақсылап, қарияларда ойлану керек. Так, соның үшін бір қылы жастарымыз әзір бізге келеді ғой, мына әке шешесі бір сөйлеп қалса, ой, нағып сөйлей бересің, нағып айта бересің, ұрып тастайдан сөзбенен. Келгенде көремін ғой, приемға келгенде сөйлейміз ғой. Аты не болады, жақсы сөйлеу жоқ. Сөйлей бермесеңіз, болды ғой, айт болды ғой бәрін дейді. Бітті соған. Анау уже сөзін айт сөйлемей отырады, бүйтіп отырады былай. Бір ауыз сөзінен уже байқайсың да, мәміле қалай екен үйде. Соның үшін бәріміз қарияларды құрметтейік. Себебі ертең бәріміз қаримыз, ешкім қаримын деп айтпайды. Соның үшін қарилікті құрметтеуіміз керек. Міне қазір біздің Шымкентте 4 қариялардың үйі бар. Сол жерге мен де барып тұрамын, қариялар жиналады, ол жерде барлық условия жаратылған. Мен біздің әкімшілікке үлкен рахмет айтамын, ол жерде барлық нәрсе бар. Теннис, шахмат, шашка, барлығы бар. Келеді, сөйлеседі, аналар бір-бірімен көңіл жайсады. Бұл қарияларға өте үлкен йогасы бар еще. Өте үлкен не дейді, бөлініп жатқан бір жағдай деп ойлаймын да, өте жақсы. Алар үйде зерігеді ғой, қай барады ғой. Ана жерге барса, өзінің подружкалары бар, сөйлеседі, басқа қылады, беймәл қайтады. Соның үшін енді қарияларды сақтайық. Олар ұзақ өмір көрсін, потому что они заслужили, нас вырастили. Бірақ қариялар сәл осторожный болу керек, потому что жастарымыз қазір европейскийге кетіп баратыр. Соның оны шелек жүректеріңізге алмастан, сәл өздеріңізге қарап, ықтият болып жүру керек. Енді барлықтарыңызға ұзақ өмір тілейміз. Қартайғанда ең адамның ақыретін берсін дейді екен ғой, ақыретімді берсін деген сол екен. Қартайғанда қорқымасын деген өте үлкен әңгіме екен. Қартайғанда қорқымай рахаттанып, арғы дүниеге кету үлкен бақыт екен бұл. Сол үшін барлықтарыңызға бақыт тілейміз, денсаулық тілейміз. Барлығымыз 100-ден асайық. Жақсылық болсын. Ең ғаламы Қазақстанымыз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын, еліміз тыныш болсын. Құт-береке келсін елімізге. Барлықтарыңызға рахмет.